Дерментағы Dragon Quiz каналы. Бүгінгі видеода игра в кальмаре кейіпкерлерін балалық кездегі фотосы арқылы тану. Бұл баланы танымайтын адам жоқ шығар. Әрине, бұл Сон Ки Хун, 456 ойыншы. Енді бұл бала сериалдың басты кейіпкерлерінің бірі. Әрине, 101 ойыншы Инхо, фронтмен. Бұл бала өскенде тәртіп сақшысы болам деп ойламаған шығар. Артынан қанша дұрыс жауап тапқаныңызды комментарийге жаза кетіңіз. Әрине, бұл полицей Хванг. Таныс па әлде біздің Садырадин бе? Қайсысын таңдайсың? Бұл баланы кім деп ойлайсыз? Әлде бұл 120-шы ойыншы. Бұл әрине криптоблогер 333 ойыншы. Бұл сәби сериалда жағымсыз кейіпкердің рөлін сомдаған болатын. Әрине, бұл таныс. Бұл сүйкімді қыз кім екен? Бұл 222 ойыншы. Үш 388 ойыншы. Енді бұл кісіні бала кезінде мынандай болды деп ойлаған жоқпын. Бұл әрине 149 ойыншы әжей. Енді бір баланы мамасы кішкентай кезінде жуындырмаған сияқты. Асында жүк әзірде. 007 ойыншы. Бұл бала бір қыздың әкесі. Бұл 246 ойыншы. Енді мұндай сүйкімді қыздан анандай жаман кейіпкер шығады деп ойламадым. Бұл қыз көбіне үндемейтін баланың қасында жүрген болатын. 380 ойыншы. Енді бұл баланың сықын таныстау, е? Қане кім табады? Әрине 124 ойыншы, танысының қасында жүрген бала. Бұл балашы өте ұялы шақтау. Әрине 125 ойыншы. Бала кезінде тентек болған сияқты ма? Ол 218 ойыншы. Қайсысын таңдайсың? Бұл баланы кім таниды? 067 ойыншы. Енді бұл кейіпкер қазір өмірде бар ма, жоқ па, бір құдайдың өзі біледі. Немесе пенсия алып жүрген шығар. Әрине бұл 001 ойыншы Шал. Бұл баланы кім табады? Бұл 101 жаман ойыншы. Бұл бала ұсқыны бөлектеу екен.
Бұл Абду Али 199 ойыншы. Кімді таңдайсың? Сон Ки Хон немесе Инхо? Бұл баланы кім табады? Балалар, тапқан жауаптарыңызды комментарийге жаза кетіңіз. Бұл 212 ойыншы. Айырмашылығын тап. Әрине 4 бұрыш. Ал бұл баланы кім таниды? Бұл вербовщик, яғни жалдаушы.